Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге қамыр илеуді көрсетейін деп отырмын. Негізі жалпы тамаққа илеген кезде қамырды мен көз мөлшермен илей беремін. Бұл жолы сіздерге ыңғайлы болсын деп барлығын өлшеп алдым. Мына жерде менде 650 грамм електен өткізілген ұн. Жоғары сұрыпты, міндетті түрде ұндарыңызды електен өткізіп істесеңіздер өте жақсы болады. Және де бір жұмыртқа саламыз. Мына жерде менде тұзды су, мен тұзды суды суға тұзымды салып алдым. Бір шай қасық қатты толтырдым. Және де судың мөлшері бұл жерде менде 300 грамм. Және де осы слай суымызды шетінен құя отыра, қамырымызды осылай қатты баса отыра қамыр илейміз. Бұл жалпақ қамыр болмайды, кеспе болады. Кеспе қылып кесетін боламыз лапша резкада, немесе қолдарыңызбен де пышақпен кессеңіздер болады. Кез келген кеспеге, нан салмаға, ет тағамдарына осыны қолдана берсеңіздер болады. Бізде үйде үлкен кісілер болғандықтан, ол кісілер көбінесе кеспе қылып істегенді жақсы көреді. Сондықтан мен кеспе қылып кесемін. Міне, өздеріңіз көріп отырсаңыздар, қолыңызбен баса отыра осылай қатты қамыр илеген дұрыс. Сол кезде қамырларыңыз бір-біріне жабыспай, өте шаштай болып түсетін болады. Үлкен кісілер сондай қамырды жақсы көреді. Кішкене ыңғайсыздық туғызғаннан кейін осындай астына енді төсеп алдым. Міне достар, осылай одан кейін сіздерге айта кететіні, қамыр илеген кезде міндетті түрде осындай пластмасс ыдысқа илеңіздер. Сол кезде шет-шетінде ешқандай да қамыр қалып қалмайды. Ол үлкен кісілер айтып жататын, ол сенің тазалығыңның белгісі деп. Сондықтан қамыр илегенде қыздар барынша осы ыдысымыздың таза болғаны дұрыс. Немесе темір ыдысқа илесеңіздер де, іші су күйінде ұнды салатын болсаңыздар, ол жабысады да, шет-шеті кетірамай, жаңағы жабысып таза емес болып тұрады. Сондықтан құрғақ темір ыдысқа немесе осындай пластмасс ыдысқа илегендеріңіз дұрыс. Одан кейін бізде қамыр осылай иін қандырып, басқанды жақсы көреді. Сондықтан үшімізді салып, жақсылап басып, осылай иін қандырамыз. Қатты қамыр илену керек. Қазіргі ұндарды білесіздер, тұрған сайын тез бұлжырап, жұмсарып кетеді. Сондықтан осылай әдемілеп илеген дұрыс. Енді бұд, міне, қамырларды қосып жібереміз, барлығы таза қыздар. Болды. Енді осылай бетін жауып, иін қандыруға қоямыз.
Міне менде 10 минуттай өтті. Енді нанымызды тағы да бір рет етіп басып қоямыз. Әдемілеп. Тағы да кішкене бір 10 минутқа қойып қоямыз. Бетін жауып. Міне, тағы да 10 минут өткеннен кейін қамырымызды осылай тағы да бір басамыз да жаюға дайын. Қараңыздар. Қандай әп-әдемі, иі қанған осындай қамыр пайда болды. Қамырды жаю әдісін келесі видеодан көре аласыздар. Сіздермен болған Ақбота.